Ашамайлы атқа міндің. Мұсылмандық таққа міндің. Сүндетке отырғаның, иманды болғаның, тойын тойлап, думанды болғаның деп ата-бабаларымыз балаларын сүндетке отырғызған болатын. Яғни атқа мінер жасқа толған, 3 жасқа, ол балаға шілдеханадан кейінгі жасалатын үлкен тойлардың бірі ол сүндет тойы. Қазақ халқы баланы сүндеттеуді, ислам дінін қабылдағаннан кейінгі салтына сіңірген дәстүрдің бірі болып табылады. Халқымыз баланы сүндетке тақ жасында отырғызған. 3 жаста 5, 7, 9, одан кеш дегенде 13 жасында сүндеттеген. Сүндеттеу салтының тарихы қандай? Ыбырайым есімі Рахымның атасы дегенді білдіреді. Ал Рахым кім дегенге келсек, ол Мұхамбет пайғамбар. Өздері Ыбырайым Мұхамбет пайғамбардың 25-ші атасы. Bir күні Жаббар хақ Жәбірейіл періштеге: "Досым Мұхамбеттің дүниеге келетін уақыты жақындап келеді. Бүгін таң сәріде ұйықтамай отырған момын пенденің үстіне Мұхамбеттің нұрын шаш" дейді. Жәбірейіл ұйықтамай отырған тақуаны таба алмайды. Тек бір дінсіз адам пұтшонып отыр екен дейді. Қайта жібереді. Бұл жолы да таба алмай оралады. Дүниені шарладым. Әлгі дінсізден басқа ойы отырған бір адамды таба алмадым. Бәрі ұйқыда дейді. Олай болса соның үстіне шаш дейді. Ұйықтамай пұтшонып отырған Ыбырайымның әкесі Азар еді. Періштелер: "Иә, Тәңірім, бірақ ол кәпір, пұттарға табынады. Кейінгі адам ұрпағы өздерін көп құдайлықтың шырмауынан қалай шығарып алады?" дейді. "Мен шебер құдаймын, бір іс бастасам, ақырына әуелден көріп біліп тұрамын. Азардың ұлын сүндеттейсіңдер. Бұл оның бір құдайға табынушы екендігінің айғағы болсын. Одан тараған барша үмбет осы сүндетті ұстансын. Сонда олар көп құдайға шоқынып, надандыққа ұрынудан аман болады" дейді. Періштелер Азардың беліне Мұхамбет пайғамбардың нұрын шашады. Көп ұзамай өмірге Ыбырайым пайғамбар келеді. Ыбырайымды 7 жасқа келгенде Жәбірейіл періште келіп, оны сүндеттеген екен. Осыдан бастап егер бала 5 немесе 7 жасқа толғанда оны сүндеттеу дәстүрге айналды. Оны мұсылмандықтың бір белгісі санаған. Ел аузында сүндеттеуге байланысты айтылатын тағы бір қызықты әңгіме бар. Ертеде Ерден деген кісінің Тілеуберді деген ұлы болыпты. Баласы 5 жасқа келгенде әкесі ұлын сүндеттеуге асықпапты. 7 жасқа келгенде сүндеттермін деп ойлайды. Алайда ұлы 7 жасқа толғанда да түрлі себептермен сүндеттеу сәті түспейді. Әкесі сүндеттемесе де, еш нәрсе етпес деп өз-өзін жұбатып қояды. Бала 15-тен аса бере мезгілсіз қаза жетіп опат болады. Әке шешесі жылап сықтап ұлдарын жер қойнына тапсырады. Bir күні Ерден түс көреді. Түсінде баласының ұнжырғасы түсіп жүр екен. Әкесі: "Балам, неге жылап жүрсің? О, дүниедегі жағдайың қиын ба?" деп сұрайды. Баласы: "Жоқ әке. Мейірімді Құдай мені қинаған жоқ. Бірақ дәрежем басқалардан кем болып жүр. Қатарластарымның арасында кейде өзімді қор сезінемін" деген екен. Сәбидің сүндеттеліп туылуы. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы дүниеден қайтқан соң, Тәңірі оған шекесі торсықтай ұл береді. Оның 30 ұлға татитын ерекше қасиеті бар екен. Туғанда сүндеттеліп туылыпты. Діни наным сенімдерде ең алғаш іштен сүндеттеліп туған бала Сүлейме пайғамбар екен деседі. Осыдан бастап сүндеттеліп туған баланы яза ұстаса, Сүлеймен пайғамбардың қасиеттері қонат деген түсінік пайда болыпты. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыз.